Роберт Кийосаки, бай әке, кедей әке. Роберт Кийосакидің тарихы. Менде екі әке болды, бай және кедей. Біреуі білімді және ақылды, докторлық дәрежесі бар, 4 жылдың университетті 2 жылда аяқтап шыққан адам. Сонымен қатар Стэнфорд, Чикаго, солтүстік батыс университеттерінде оқыған. Екінші әкем 8 класты да аяқтамаған, екеуі де үлкен мансапқа ие болған, өмір бойы екпінді жұмыс істеген адамдар, екеуі де көп табыс тапқан. Біреуі ғұмыр бойы қаржы тапшылығымен күресумен болса, екіншісі Гавайяда ең бай адамдардың бірі болған. Біреуі $10 миллион өзінің отбасына қайырымдылық орындары мен шіркеуге өсиет етіп дүниеден өтсе, екіншісі өзінен кейін төленбей қалған есеп шоттарын қалдырған. Екеуі де мықты, ардақты және сыйлы адамдар болған. Екеуі де маған ақыл кеңестер беретін, бірақ оларды қарама-қайшылықты және әртүрлі болатын. Олар менің білім алуыма үлкен мән беретін. Егер де менде бір ғана әке болғанда, мен оның кеңестерін қабылдап немесе қабылдамаған болар едім. Олар екеу болғандықтан маған екі пікірді, біреуі байдікі, екінші кедейдікі үнемі салыстырып отыруға мүмкіншілік берді. Бұлардың пікірлерін қабылдауға не қабылдамай тастауға жағдайым бола тұра, олардың айтқан сөздерін, терең ойларын салыстырып өз ойымның елегінен өткізіп таңдап алуға мақұл көрдім. Дегенмен бұл жайдың бір қиыншылығы, бай әкем әлі де болса бай үлгерген жоқ еді, ал кедей әкем кедей болып үлгеріп еді. Екеуінің де мансаптары жақында ғана басталған еді. Екеуі де өз отбасыларын қамтамасыз етулері қажет еді, бірақ ақша туралы олардың көзқарастары тым әртүрлі болатын. Мысалы, біріншісі ақшаға құнығу барлық жаман істің түп тамыры десе, екіншісі барлық жаман істің түп тамыры ақшаның жоқтығы дейтін. Менің бала кезімде осындай беделді екі әкенің ықпалымен өмір сүру қиынға соқты. Мен жақсы әрі тіл алғыш бала болғым келді, бірақ олар маған қарама-қайшы пікірлер айтумен болды. Әсіресе ақша жөніндегі көзқарастардың ерекшелігі маған үлкен ой салатын, осындай бәрін зерделеп түсінуге итермелейтін. Сөйтіп олардың айтқан сөздері жөнінде көп ойлана бастайтын болдым. Менің біраз уақытым ойлануға, әсіресе ол неге бұлай деді дегенге кететін. Біреуінің айтқан пікірін екіншісіне сұрақ етіп қоятынмын. Әрине маған иә, оныкі дұрыс, мен мұнымен келісемін, немесе шал өз айтқанын өзі білмейді деп қоя салуға болатын еді. Алайда менде екі жақсы көретін әкелер болғандықтан көп ойланып ең аяғында өз пікірімді қабылдауға әкеліп соқтыратын. Ақырында біреудің пікірін жай тыңдап, қабылдап немесе одан бас тартқанша өзінше ойланып шешім қабылдаудың артықшылығына көзім жетті. Байлардың одан сайын байи түсуі, кедейдің одан әрі кедейленуі, ал орта класс өкілдерінің қарыздан шықпаушылығы себептерінің бірі ол адамдардың ақшаның не екенін мектепте білмей, үйде білушілігі. Бала ақшаның не екенін ең бірінші өз ата-анасынан үйренеді. Ал кедей адам баласына ақша туралы не айта алады? Ол тек қана мектепте оқы және тырысушы бол дейді. Мүмкін бала мектепті жоғары бағалармен аяқтар, бірақ онда қаржы туралы кедейдің ой пікірі қалыптасады. Себебі оған ол бала кезінен үйренген. Мектеп ақша жөнінде оқытпайды. Мұғалімдер ғылыми, кәсіби біліктіліктерін арттыруға тырысып, қаржы туралы ойласпайды. Міне сондықтан да банкирлер, дәрігерлер, бухгалтерлер мектепте жақсы оқығандарына қарамастан өмір бойы қаржы тапшылығын сезінумен болады. Біздің мемлекетіміздің көп қарыздары бар. Мұның басты себебі жоғары білімді саясаткерлер мен үкімет шенеуніктерінің қаржы жөнінде білімдерінің мардымсыз, шала болулары салдарынан. Олар қаржы мәселелері туралы көбіне сауатсыз шешімдер қабылдаушылары болып табылады. Мен алдағы жаңа жылда материалдық және дәрігерлік көмекті қажет ететін миллиондаған адамдармен не болар екен деп ойлаймын. Сөз жоқ, олар өз отбасыларына, үкіметке тәуелді болады. Ал дәрігерлік зейнетақы қорларында ақша бітсе не болады? Халық ондай қалай күн көреді? Егерде балабақша дегеннің не екенін көпшілігі кедей ата-аналарынан ғана үйренсе. Маған
ықпал ететін екі әке болғандықтан мен ол екеуінен де үйрендім. Олардың берген кеңестерін, бөліскен ой-пікірлерін жиі ой елегінен өткізіп, ақырында ойдың адам өміріне қандай және қалай ықпал ететініне көзім жетті. Менің кедей әкем ондайды өзіме жасауға менде жағдай жоқ деп жиі айтса, екіншісі мұндай сөздерді айтуға тіпті тыйым салатын. Ол мұндай жағдайды өзіме қайткенде қалай жасай аламын деп ойлану керек екендігін нығыздап айтатын. Бірінші пікір тұжырым, ал екіншісі сұрақ. Біріншісі көнушілік, екіншісі ойлау. Тез байыған әкемнің түсіндіруі бойынша, мұндайларды өзіме жасауға жағдайым жоқ деп айтқан сәттен бастап-ақ адамның миы автоматты түрде ағытылып, қайтып оған оралмайды дейтін. Оның бұлай түсіндіруі әрине барлық дүниені тегіс сатып алушылық дегенді емес еді. Ол әлемдегі ең мықты компьютер адамның ой-өрісін жаттықтыруға болатындығын кәміл сенуші еді. Мен өзіме мұндай жағдайды жасай алмаймын деушілік, дәрменсіздік, ойдың жалқаулығы деп есептейтін. Менің екі әкелерімнің жұмысты көп істегендеріне қарамастан, байқағаным біреуі ақша туралы сөз көтерерде миын жаттықтыра бастайтын, ал екіншісі оны ұйқылы, селсоқ жағдайда ұстайтын. Сөйтіп бәрін айта келгенде біреуі қаржы мәселелері бойынша ерен табыстарға қол жеткізсе, екіншісінің жағдайы керісінше болды. Яғни күнде тренажерлық залға барып жаттығушы адам мен күні бойы диванда отырып газет оқып телевизор көрушіліктен айналысатын адамның арасында қандай айырмашылық болса, мұнда да нақ сондай айырмашылық бар еді. Күнделікті жаттығу адам денсаулығының мықты болуына көмектессе, ақыл-ойды, ой-өрісті жаттықтыру байлыққа жеткізеді. Жалқаулық адамды денсаулықтан да, байлықтан да ада қылады. Менің қос әкем әртүрлі көзқарастарды дәріптеп келді. Біреуі кедейлерге қамқорлық жасау ретінде байлар үлкен салық төлеуге тиіс десе, екіншісі салықта жұмыс істеушілер үшін жаза, ал түк бітірмейтіндерге сый дейді. Бір әкенің кеңесі ұқыпты оқы, түбінде жақсы компанияда жұмыс істейсің десе, екіншісі ұқыпты оқы, сонда сен жақсы компанияны түбінде сатып аласың дегенді айтады. Біреуі мен бай емеспін, себебі менің балаларым сендер барсыңдар дейді. Екіншісі мен бай болуым қажет, себебі балаларым сендер барсыңдар дейді. Біреуі ақша және іс туралы ас үстінде айтуды қаласа, екіншісі ақшаны әңгіме қылуға тыйым салатын. Біреуі ақшамен байқап қимылда десе, екіншісі тәуекелділікті басқаруға үйрен дейтін. Біреуі біздің үйіміз, біздің ең үлкен капитал жұмсауымыз деп есептесе, екіншісі егер үй капитал жұмсау болса, онда адамда айтарлықтай ақша проблемалары туындайды дейді. Екеуі де төмендегілерді уақытында төлейтін. Бірақ біреу алдымен, екіншісі соңынан. Біреуі өзін қартайған шағында компания немесе мемлекет қамқорлығына алады деп есептейтін. Олар қашан жалақының өсуіне, зейнетақы қорларына, дәрігерлік жеңілдіктерге, ауруға байланысты төлемдерге, демалысқа, сондай-ақ үнемі көңіл бөліп отыратын. Оған екі ағайынның 20 жылдан астам армияға қызмет етіп, ғұмыр бойы тағайындалған жеңілдіктері мен отставкаға шыққандары қатты әсер ететін. Армияның отставкадағы зейнеткерлеріне дәрігерлік жеңілдіктер берілуі және олар үшін арзан бағалы дүкендердің болуы оған өте ұнайтын. Өзінің университеттегі үлкен лауазымды жұмысын мақтан тұтатын. Кей уақытта оған намыстың өзінен гөрі өмірлік жұмысқа орналасу мен жеңілдіктер артық көрінетін. Мен мемлекетке аянбай бар күшімен қызмет еттім. Мұндай жеңілдіктерді алуыма құқым бар деп жиі айтатын. Екіншісі толық қаржылық тәуелсіздікке сенетін. Жеңілдіктер менталитетке қарсы болатын. Олар адамдарды әлсіз әрі кедей қылады. Адамға қаржылық біліктілік қажет деп тұжырымдайтын ол. Бір әкем үлкен күшпен 10 шақты долларды әзер жинайтын. Екінші өз ақшасын әртүрлі салымдарға салатын. Біріншісі мені жақсы жұмыс табу үшін әсерлі резюме жазуға үйрететін. Екіншісі маған басқаларды жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында ойластырылған қаржы, бизнес жоспарларын қалай жасау керектігін көрсететін. Сөйтіп екеуінің де ықпалы маған адам өміріне ойлану тәсілінің қалай әсер ететіндігін көріп білуге мүмкіндік береді. Мен шындығында адам ойының өмірді қалай қалыптастыратынын байқадым. Мысалы, шындығында
менің кедей әкем мен еш уақытта бай болмаймын дейтін. Айту керек, оның бұл көрегендігі орындалды. Екіншісі керісінше өзін бай адаммын деп санайтын. Тіпті ол үлкен қаржылық сәтсіздіктің салдарынан түбегейлі банкроттыққа ұшыраса да өзін баймын деп атайтын. Мұнысын былай деп түсіндіретін: кедейлік пен банкроттықтың арасында үлкен айырмашылық бар. Екіншісі уақытша жағдай, бірінші мәңгілік. Сонымен қатар менің кедей әкем мені ақша қызықтырмайды, әңгіме ақшада емес дейтіндер жиі айтатын. Ал бай әкем ақша ол билік деп кесіп айтатын. Расында адам ой қимылының қандай күші бар екенін кім есептеп көрген. Дегенмен ойланудың маңыздылығын мен бала кезімнен аңғаратынмын. Менің пайымдауымша, кедей әкемнің кедейлігі ақшаны аз тапқандығынан емес, оның себебі ол солай ойлап, солай қимыл жасайтын. Менде екі әке болғандықтан мен бала кезімнен екі ақыл кеңестің қайсысын өзіме таңдап алуды жан-жақты салыстырып ойластыратынмын. Қайсысын таңдауым қажет, бай әкені ме, әлде кедейді ме? Екеуі де оқып білім алуға үлкен мән беретін. Бірақ нені оқу керек, оқудың қай түрі маңыздырақ? Бұлар туралы олардың пікірлері үйлеспейтін. Біреуі мен жақсы оқып жоғары білім алып үлкен жалақы алу үшін жақсы жұмыс тауып алуымды қалайтын. Ол менің адвокат, бухгалтер немесе менеджер болғанымды жақсы көретін. Екіншісі қалай бай болуға, ақшаның қалай жұмыс істейтіндігін білуге, қайткенде оны өз пайдаңа жұмыс атқаруға мәжбүр етуді білуді оқып үйренуге кеңес беретін. Мен ақша үшін жұмыс істемеймін, ақша мен үшін жұмыс істейді деп жиі қайталайтын. Ақырында мен 9 жасымда бай әкеден ақшаның не екенін білуге бел шештім. Кедей әкемнің ғылыми атақ дәрежелеріне қарамастан, оның ақыл кеңестерінен гөрі бай әкенің ой пікірлерін қалауды ұйғардым. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.